Ассаламу алейкум ағайын. Өздеріңізге белгілі Владимир Иванович Даль өзінің сөздігінің жиынтығында патриот туралы былай айтқан. Патриот отанын сүю, оның қуатын арттырушы, отаншыл. Ал басқа сөздікте патриот отанын сүюші, өз халқына берілген, ол үшін жанын қиып, отанын қорғау үшін ерлік көрсеткен адам делінген. Ал көне грек ғұламаларының пайымдауынша, адамның белгілі бір ұлтқа, халыққа тән екендігін айқын сезіну үшін 5 түрлі шартқа толық жауап беруі тиіс. Оның біріншісі, сол ұлттың тілін жақсы білуі керек. Екіншісі, сол ұлттың дінін терең меңгергені жөн. Үшіншіден болса, сол ұлттың дәстүрін толық бойына сіңіруі тиіс. Төртіншіден, сол ұлттың тарихын 5 саусағындай білгені абзал. Бесіншіден, сол ұлт мекендеген жердің ой-шұқырын жақсы білуі парыз. Осындай 5 сипаттаманы бойына дарытқан адам ғана сол ұлттың толыққанды өкілімін деуге құқылы дейді грек ойшылдары. Жастарда ұлтшандылықты тәрбиелеу үшін бізде рухани байлығымыз, ол тіліміз, дініміз, салт дәстүріміз, тарихымыз, одан басқа да құндылықтарымыз жетерлік. Жас ұрпақты отан сүйгіштікке баулуда баға жетпес педагогикалық құрал, ол батырлардың қаһармандық бейнесін мейлінше кеңінен дәріптеу. Қазақ батырларының бойындағы елдік қасиеттердің жиынтығы да азаматқа тән адамгершілік болмысы 8 қырлы, бір сырлылық та, шешенге тән алымдылық та, данаға тән білгірлік те, биге тән көсемдік те, әулиеге тән көрегендік те табылады. Сөзіміз дәлелді болу үшін ертөстік қаһармандығын, Исатай батырдың ел бастаған билігін, Махамбет батырдың шешендігін, Бауыржан момышұлының батырлығын айтуға болады. Тамыры терең патриоттық тәрбиенің көзі ұлттық тарихымызда осылай жалғасып кете береді. Алла қаласа.